Мандариннің пайдасы. Қыс кезінде мандариннің қаптайтын уақыты. Мерекелік дастарханда міндетті түрде мандарин тұрады. Жаңа жылдық тәтті қораптың ішінде де мандаринді салу әдетке айналған. Ендеше тоқсары түсті цитрус дәмді жемістің пайдасы мен зиянын қарастырып көрелік. Достар, біздің каналда 87% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, каналымды қолдап, подписаться түймесін баса кетуіңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Мандариннің отаны Қытай. 19 ғасырдың басында Еуропаға жетіп, Испания, Марокко мен Түркияның негізгі өсіретін жемісіне айналған. Сондай-ақ Абхазия мен Грузия, Франция, Япония, Үнді Қытай елдері де өсіреді. Жаңа жылда мандарин сыйлау дәстүрі көне Қытайдан қалған екен. Бір қызығы, ежелгі қытайлар мерекеде үйге келген қонақтарға 2 мандарин беріп, басқа біреуге қонаққа барғанда тағы 2 мандарин апарып беретін болған. Ал Қытай тілінде 2 мандарин деген тіркес алтын дегенмен бірдей екен. Ендеше мандариннің пайдасын айтып өтсек. Мандариннің құрамында әртүрлі қышқыл А, Д, К дәрумендері, калий, магний, темір, фосфор, натрий және кальций сынды минералдар бар. Қабығында эфир майы, пигмент пен каротин болады. Әсіресе қыста жеген кезде дәруменнің жетіспеуін толықтырып, аскорбин қышқылының арқасында иммунитетті көтереді. Сондай-ақ оның қабығы бронхитке, тері ауруларына, ішке бөде, ұйқысыздыққа, жоғары қан қысымына қарсы өте пайдалы. Мандариннің құрамында лимон қышқылы өте көп. Сондықтан мандарин адамдарды көптеген зиянды бактериялардан қорғайды. Қабығын суға қайнатып, тұнбасын ішсе, жөтел мен қақырықты жазуға болады. Мандариннің тағамдық құндылығы аз, жеңіл жеміс саналады. Бірақ құрамында қан көп. Соған қарамасын салмақ түсіруге, асқазан жұмысы мен зат алмасымын жақсартуға қауқарлы. Мандариннің емдік қасиеттері. Жөтелге қарсы пайдалы. Қысқы уақытта адам ағзасына өте пайдалы витаминдерге ие. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Мандарин ішектің жұмысын жақсартады және тісті қатайтады. Мандариннің құрамындағы қайталанбас зат нобилитин бауырда майдың жиналмауын алдын алады. Соның арқасында семіздікке шалдықпайсыз. 100 грамм мандаринде 42 калория болады. Асқазан, ішек аурулары, іш өтумен ұласқан кезде мандарин шырыны өте пайдалы. Пайдалары: қанды тазалайды, жүрек пен темір ауруларына қарсы қорғаушы, холестеринді және жоғары қан қысымын түсіруге көмектеседі, қан тамырдың қатаю және сал ауруларына пайдалы, жүйкені тыныштандырады, кешкі астан кейін 1-2 дана желінсе ұйқысыздық ауруына пайдалы, иммунитетті күшейтеді, жөтелге, тұмауға қарсы пайдалы, ас қорытуды жақсартады, теріні тазартады, микробтарды жойып, асқазаны жұқпалы аурулардан сақтайды, шөлді жақсы қандырады, қан айналым жөнелісі жақсартады. Сонымен қатар зиянды жақтарын айтып өтсек, мандарин цитрус жеміс болғандықтан аллергия туғызады. Сондықтан 2-3 жастағы балаларға беруге болмайды. Ал аскорбин қышқылы асқазанның шырышты қабығын қабындырып, жараны асқындыру мүмкін. Сондықтан асқазаны ауыратын адамдарға аз жеген жөн. Сондай-ақ мандаринді гепатит пен холецистит және нефрит ауруына шалдыққандарға жеуге болмайды. Көп жеген мандариннің каротині мен А дәрумендері бауырға салмақ түсіріп, бауыр ауруларына асқындыру мүмкін. Видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, жақындарыңыз және достарыңызбен бөлісіңіз. Сау саламат болыңыз. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздейік. Келесі видеоларда көріскенше ауырмаңыздар.